Келін үйіне кетіп қалды. Әйел адам бірінші ажырасуы дұрыс па? Жоқ. Ұстап қалыңыздар. Туысқандар келін кетіп қалса, бәріңіз бауырларыңызды көндіріп, ана әйелді кінәлі қыла бергенді қойыңыздар. Мысалы, болады семьяда шықпақ. Біздікілер өзіңді кінәлі емес, біздің қыз кінәлі емес. Кім кінәлі? Күйеу бала кінәлі. Мына жақтағылар кім кінәлі? Күйеу бала оңбаған. Кім кінәлі? Келін кінәлі. Сіздер туысқандар мына адамды бөлуге құмармыз да бәріміз. Біздікі кінәлі емес. Ана біздікі кінәлі емес. Кімдікі кінәлі? Ананікі жоқ, сенікі кінәлісі. Сен кінәлісің. Бұлар кішкене тұғырдан сәл бейт төмен түсіп үйреніңіздер. Мойындап үйреніңіздер. Сонда ғана береке болады. Жоқ деп тік көтере бермей төмен түскен Алланың алдында жақсы амал болады, ардақтылар. Мынау ұрысу, жанжалдасу әрбір семьяда болады. Болмау керек, бірақ өмір дейді, оны жизнь дейді, ол болады. Бірақ сол болған кезде ақылға келіп, ашуын басып, соны бойында да білу, ол үлкен дәреже болады. Сыйлық апару, бір-біріне беру, күлімсіреу, тахаду сыйлық берсең ортаң жақсы болады. Бір-бірлеріне күлімсіреу, білмеймін, үлкендердің осы жерде рөлі, ақсақалдардың рөлі. Бірақ біздің үлкендерді қосайын десең, бұл баласын мақтайды, мынау қызын мақтайды, ешқашан бұл екеуін басын біріктіре алмайды. Қой деп аузын жабатын не әке қалмай баратыр, дейтін не шеше қалмай баратыр. Менікі, біздікі кінәлі ме, мен емес деп кім кінәлі сонда? Анау кінәлі, мынау кінәлі. Ол жақсы нәрсе емес.